2024 жылы мансап орталығы арқылы әлеуметтік желіден көрдім. Осындай әлеуметтік осал топты қолдау болып жатырғанын, оның ішінен де көп балалы ана кіреді. Өзім енді көп балалы анаға жататын болғандықтан, жеке кәсіпкер болғандықтан, осы қатыстым 2024 жылы кеше маусым айында. Біздің Қызылордада сағаттап бала қарау орталығы жоқ. Өзім енді бұл салаға осы жылдың басынан ойыма алдым. Өйткені өзім көп балалы ана болғандықтан, менде балаларым погодки дейді ғой, бірінен кішкентай. Ол кісілерде енді біз ата-әжесі ауылда тұрғандықтан, енді қазір заманның талабына сәйкес жұмыс не ғой, біз қалада болғасын, бала қарайтын, тастайтын жер таппаймыз. Осындай 1 сағаттық жұмыс қой, біз азаннан кешке дейін өзім қараймын, өз балама деп. Сол кезде осындай ой келді. Осы неге біз Астана, Алматыда жақсы дамыған ондай орталықтар бар. Осындай ой келді, неге осы Қызылордадан өзім ашпасқа деп. Комиссияға қорғауына кіріп, жобамды қорғап шығып, осындай шағын орталығымды аштым.